Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстандағы қандай тауларды білесің? Тілдік бағдар, сан есім. Сабақтың мақсаты реттік сан есімдер мен жинақтық сан есімдерді жазбаша, ауызша жұмыстарда орынды қолдану. Сан есім. Сан есімнің түрлеріне келетін болсақ, болжалдық сан есім қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Ондаған, он шақты. Есептік қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. 5, 7, 1000. Реттік сан есім нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, бірінші, оныншы. Топтау сан есімі нешеден, қаншадан деген сұрақтарға жауап береді. Бірден, оннан. Жинақтық сан есім нешеу деген сұраққа жауап береді. Біреу, жетеу. Бөлшектік сан есім қанша, нешесі деген сұрақтарға жауап береді. Оннан бір жарым. Есте сақтап алыңдар. Реттік сан есім. Есептік сан есім. Ыншы, інші, ныншы, нінші. Жалғаулар жалғанады. Мысалы, бірінші, 7 жетінші, 9 тоғызыншы, 6 алтыншы, 125, 125-ші. Жаңа сөздермен таныс болайық. Шоқылы, орташа, жота, биіктік, тастақ, нүкте. Жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Айтылым тапсырмасы, бірінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Дескриптор сұрақтарға жауап береді. Оқылым жазылым тапсырмасы, екінші тапсырма, мәтіннен есептік, реттік сан есімдерді тауып, жасалу жолын түсіндір, дәптерге жаз. Дескрипторға назар аударайық. Мәтіннен есептік, реттік сан есімдерді табады, жасалу жолын түсіндіреді, дәптерге жазады. Осымен сабақ аяқталды. Сау